Жылқы жылының 11 қарашасы қазақ елі тарихының тағы бір беті болып парақталмақ. Бұл күні елбасының жолдауы көпшілікке жол тартты. Азаттықтың ақ таңы атқанға дейінгі тарихымызда халқымыз Қасым ханның қасқа, Есім ханның ескі жолымен жүріп өткен еді. Қазіргі бағытымыз Нұрсұлтанның нұрлы жолы десті. Басты құжаттағы міндеттерді мейлінше үйіп тыңдаған жұртшылық. Жолдаудың өзегі 7 бағыт бойынша инфрақұрылымдық даму жоспары болып отыр. Көлік, индустриялық, энергетикалық, әлеуметтік тұрғын үй инфрақұрылымдарын дамыту межеленген. Әсіресе басыбайлы баспанасы жоқ азаматтарға тұрғын үйдің қолжетімділігін қамтамасыз етіп, алғашқы жарнасыз 2%-бен несие беру жағымды жаңалық болды. Мұны әлеуметтің әлеуеттің арттырудың негізгі кілті деуге болады. Өйткені әуелден-ақ дана халқымыз үйі жоқтың күйі жоқ демей ме? Сондай-ақ шағын және орта бизнеске қолдау көрсету, коммуналды шаруашылықты жаңғырту да назарда. Енді міне қазіргі жолдау бойынша біз 30 алдыңғы қатарлы мемлекеттің қатарына қосылуға тиіспіз. Ол үшін көптеген көп дүниелер соғылады, көп мәселелер шешіледі. Жолда аяқталады. Тағы да басқа тірліктердің бәрі біткеннен кейін біздің еліміз туризм болады. Көптеген халық келеді. Міне осының барлығы біздің халықтың болашағына керекті дүние. 1991 жылы 1 желтоқсанда қазақстандықтар өздерінің тұңғыш президентін сайлап, сенім артты, ел тәуелсіздігін аманат етті, жауапкершілік жүгін арқалатты. Халық өздері таңдаған көшбасшысының білімі мен білігіне үміт артты. Президентке бүкіл халық атынан өкілдік берілгеннен кейін 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң қабылданды. Тарих бізге 1991 жылдың 16 желтоқсанынан бастап тәуелсіз мемлекет құрудың сыбағасын ұсынды. Сөйтіп, еліміздің тар жол, тайғақ кешулі қасиетті сапары, азаттықтың арпалысқа толы ақ жолы басталып еді. Елбасы өзінің туған халқына деген сеніммен тәуекел деп тәуелсіз елдің іргетасын қалауды, оны нығайтуды қолға алған болатын. Қысқа уақыттың ішінде экономикада бір укладтан екінші укладқа, болмаса кешегі жоспарлы социалистік экономикадан нарықтық экономикаға, тоталитарлық жүйеден демократияға көшу, елдің шекарасының шеңбері анықталмаған жағдайда, елдің келбеті болатын мемлекеттік символикалардың, ең басты нәрсе елдің тілі мен ділінің қалай болатындығы жөніндегі сұрақтарға толық мардымды жауап болмаған жағдайлардың болғандығын біз еш уақытта ұмытпауымыз керек. Елбасының көрегендігі мен ерік-жігерінің нәтижесінде Қазақстан әлемде тұңғыш рет ядролық қарудан бас тартып, Семей сынақ полигонын жабуы бүкіл дүние жүзінің назарын өзіне еріксіз аударған болатын. Осы бір батыл қадамның нәтижесінде мемлекетіміздің тәуелсіздігінің қауіпсіздігіне әлемнің іргелі мемлекеттері кепілдік берді. Әлем елдерімен терезесі тең тәуелсіз мемлекет құрып, ата-бабаларымыздың ғасырлар бойғы ұлы арманы мен мақсаты орындалды. Бір ғана мысал айтып кетуге болады. Тарихты құрметтеу білу, ол барлық халықтарға тән құбылыс, бірақ оны шынайы білу, оның негізгі сабақтарынан айталық тұжырымдар жасау көпшілік жағдайда қолға жете беретін жетістік емес. Елбасының тәуелсіз жылдарында іс-сапармен біздің облысымызға болған іс-сапарларында атқарылған көптеген жұмыстардың ішінде мен тарихшы ретінде үлкен мән беретінім елбасының әсіресе мынау әлеуметтік салаға, мәдениет саласына, сонымен қатар мынау жас ұрпақтарға тиісті бағыт-бағдар беруінде бір ғана көрсеткіш айталық 97 жылы Тараз қаласының өзінің ескі атын беру жөніндегі шешімге қол қойылуы, ол Қарахан мавзолейінің қасында болуы, бұл жайдан жай болған құбылыс деп айтуға болмайды. Болмаса кейінгі сапарларында осы халқымыздың келешегі үшін, бостандығы үшін жан аямай күрескен батырларға қойылған ескерткіштердің ашылуы, Қойгелді батырға, сол сияқты ең үлкен нәрсе осы Дулати бабамызға қойылған ескерткіштің ашылуы 99 жылы. Болмаса осы таяуда ғана 350 жыл толған Төлебиға бабамызға артылған ескерткішке арнайы келіп тағзым етіп ашылуы, бұл тарихты құрметтеудің, елдің елдігін білдіретін ұлағатты іс екендігін біз еш уақытта ұмытпағанымыз жөн ғой деп ойлаймын. Елбасы Назарбаев өзіне сенім артқан халқына ең бір қиын жылдардың өзінде орындалуы мүмкін болмайтын мәселеге байланысты ешқандай уәде бермеді. Халқының алдындағы беделі сонысымен де арта түсті.
Егер уәде бере қалса, бәрін де орындады. Бойындағы туа біткен қасиеті және өмірлік тәжірибемен бекіген төзімшілдігі, сабырлығы, ұстамдылығы бар тұңғыш президентіміз бүкіл қазақстандықтарды өзінің айналасына топтастыра алатын саясаткер және дара тұлға екендігін танытты. Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлт көшбасшысы екендігін парламент қабылдаған конституциялық заңнан көп бұрын-ақ халықтың өзі мойындаған еді. Кез келген мемлекеттің президенті мен ұлт көшбасшысы айта алмаймын. Себебі президент ол сайланады, президент өзінің құзыретіне байланысты міндеттерін атқарады. Бірақ барлық мемлекеттерде сол президент сол ұлттың көшбасшысы деп айтатындай жағдай жоқ. Ал не себептен біз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты ұлт көшбасшысы дейміз? Ұлт көшбасшысы деген тұлға ол енді қазақ елінің тарихында әртүрлі тарихи жағдайлар болады. Сол сәтте негізгі жауапкершілікті қоғам қабылдамаса да, халық түсінбесе де, сол жауапкершілікті өз мойнына алу. Ұлт көшбасшысы дегеніміз, меніңше осындай батыл болып, саяси шешімдерді қабылдап, жауапкершіліктен қорықпай, халық қабылдамаса да кейбір жағдайларда сол жауапкершілікті өз мойнына алу. Оны қазір әсіресе жастарымыз түсініп отыр. Себебі ұлт көшбасшысына ең алдымен халық сену керек. Халық сол ұлт көшбасшысының, президенттің өмірімен өзінің тағдырын байланыстыра білу керек. Ал қазір мен толық айта аламын, біздің әсіресе бүгінгі жастарымыз ел басының саясатына сенеді, өзінің өмірін, өзінің болашағын ел басымен байланыстырады, ел басының саясатын қолдайды. Мінекей ұлт көшбасшысы дегеніміз осы. Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздіктің бетбұрысты кезеңдерінде мемлекет басшысы ретінде әсіресе экономикалық және саяси дамудың үлгілерін талдау мәселесіндегі біліксіздікке қатаң қарсы тұра білді. Ешкімнің ойына келмеген және де бәріне бірдей жаға бермейтін, бірақ өміршең маңызы бар шешімдерді батыл қабылдап жатты. 1994 жылы Нұрсұлтан Назарбаев Астананы көшу ойын алғаш рет алға тартқан кезде бұл жағдай қоғамда екіұдай пікір туғызған болатын. Дүние тарихында өз тәуелсіз мемлекеттіліктерін қалыптастыру кезеңінде бірде-бір мемлекет басшысы мұндай түбегейлі батыл қадамға барғанда емес. Астана Ақмолаға көшкен кезде, өзіңіз жақсы білесіздер, ол кезде біздің Қазақстан Республикасының парламенттің кеңейтілген мәжілісінде көп депутаттар да сол шешімге сенбей қарсы болды ғой іштей. Бірақ енді сол ұсынысты елбасы өзінің туған күні 6 шілде күні жасағанда көп депутаттар қазір өздерінің естеліктеріне жазып жүр. Енді президентті ренжітпейік, президенттің туған күніне бір сыйлық болсын деп дауыс бере салдық деп айтады. Ал қазір енді елордамыз қандай болған біз жақсы көріп отырмыз. Ол Астана тек қана біздің елордамыз емес, Астана арқылы елбасының, ұлт көшбасшысының аты шығады, халыққа таниды. Расында да, тәуелсіздік жылдарындағы қиын қыстау кезеңге қарамастан, елбасы барлық әлеуметтік реформалар мен бағдарламаларды кезең-кезеңмен жүзеге асыра білді. Сонау 90-шы жылдардың басындағы қиын мезгілде алдымен экономика, содан кейін саясат деген бағытты ұстанды. Кәсіпорындар тоқтап, жаппай жұмыссыздық жайлап, еңбек ақы мен зейнетақыны өтеу мұңға айналған нарықтық кезеңде экономикалық жағдайымызды тік тұрғызу үшін білімді де білікті кадрлар қажет болатындығын алдын ала айқындап, ғылым мен білімді дамытуға ден қойды. Елімізде Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2010 жылға дейінгі бағдарламасы қабылданды. Сол 2010 жылға дейінгі бағдарламасының аясында көптеген іс-шаралар атқарып, білім беруді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы қайтадан түзілді. Бүгінде шет мемлекеттің озық технологиясын меңгеріп, білімін бойына сіңіріп келген 8 мыңнан астам болашақтық азамат ел игілігі жолында қызмет етіп жүр. Елбасы тапсырмасымен жүзеге асқан болашақ бағдарламасымен Тұманды Альбион елінде білім алып жатқан Бейбіт Жүнісов жастарға деген мұндай қамқорлықтың бұрын соңды болмағандығын және ешбір елде тең келер жобаның жоқ екендігін айтады. Студенттерді шетелден оқытып, соншама ақша жаратуды себебін ойландым. Біраз оқып жатқан кезде де қазір де ойланып жүрмін. Және де мынандай бір жауап таптым. Болашақ жаңағыдай елбасымыздың болашақ ұрпаққа өз үлесін қосу, болашақ Қазақстанның болашағына жаңағыдай кемеңгерлікпен ұзақ мерзімді инвестиция жасады деп ойлаймын мен. Өйткені егер ол көрінбейді, қазір жемісі білінбейді, бірақ 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін жаңа болашақ бітіріп келген студенттер Қазақстанның дамуына өз ұйытқысы болып, өз үлесін қосады деп ойлаймын.
Дені сау білімді ұрпақ ұлт келешегінің кепілі. Сондықтан елбасы өзінің жыл сайынғы халыққа арнаған жолдауында ұлт саулығына ерекше көңіл бөліп, саламатты Қазақстанды қалыптастыруда қомақты қаражат құйылуда. Бұрындары тек өркениетті мемлекеттерде жасалатын оталар мен диагностикалық аппараттар өз елімізде де қол жетімді. Әзірге алған бетіміз, бара жатқан бағытымыздың барлығы тура екенін елдің бәрі көз жетіп отыр. Оны түгел басқа жер жүзіндегі басқа мемлекеттердің барлығы қолдау көрсетіп, тура бағытта кетіп бара жатқанын атап өтіп жатыр. Елдің ынтасы, ауызбіршілігі, ынтымақшылығы, соның барлығы соны көрсетіп тұр ғой. Алдыға қойған үлкен мақсат Қазақстанның 2050 жылы алдыңғы қатардағы 30 мемлекеттердің қатарына қосылу керек екенін алдыға мақсат қойып, соны тура бағытпен алып бара жатқаны елдің барлығына мәлім. Мен ойлаймын, бұл өзі келешекте үлкен политика емес, адамның өзінің тұрмысындағы келешектегі моральдық, психологиялық жағынан адамның өзінің мемлекетін, туған жерін сүйіспеншілігін арту жағынан көп үлес қосады ғой деп. Температурасы мынадай 1500 градустан асатын домна пештің алдында өзінің еңбек жолын бастаған елбасымыз әлі күнге дейін ел мүддесі, ұлт абыройы жолында аянбауда. Оның тәуелсіздігімізді тұғырлы ету жолындағы еңбегі тарихымызда алтын әріппен жазылатындығы анық. Біз міне мұндай пештің алдында 5 минутқа әрең шыдап отырмыз, ал елбасымыз тура осындай жерде 8 жыл бойы тапжылмай еңбек еткен. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбек жолы қайнаған пештің алдында басталса, ол әлі де туған елінің төл перзенті ретінде қарбалас пен саяси батылда байыпты шешім қабылдауда қажет ететін қызу тіршіліктің бел ортасында жүр. Өйткені сол шешімдердің ар жағында тұтастай бір елдің тағдыры жатыр. Бұл жолда да елбасы өзінің көрегендігі мен кемеңгерлігін танытып келеді. Оған дәлел, әлемде алғаш рет дәстүрлі және дәстүрлі емес діни бірлестік төрағаларының басын қосып, жаһандық мәселелерді бірге шешуге шақырды. 2010 жылы Жас Астана төрінде азуын айға білеген мемлекет басшыларының саммиті өтіп, 21 ғасырдың нағылетіне айналған терроризм мен экстремизммен күресуде жұдырықтай жұмылу қажеттігін алға қойды. Ал орталық Азия елдері арасында қысқы Азияда ойындарының алауы да алғаш рет қазақ елінде тұтанды. Ислам конференциясының да бірінші рет біздің елімізде өтуі беделді халықаралық ұйымдардың Қазақстанға деген сенімін арта түсті. Мемлекетіміздің Экспо 2017 көрмесін ұйымдастыру мәртебесіне ие болуы әлем алдында қазақ елінің елбасы абыройының асқақ екендігін аңғартады. Мемлекеттің оның басшылығының қандай саясат жүргізуіне, қандай бағыт және жол таңдағанына сәйкес саяси құрылым, саяси жүйе, саяси биліктер орнайды. Сол сияқты тәуелсіздік алғанына 22 жыл толған Қазақстанның да жаңа мемлекеттілікті қалыптастырудан бастап, өзіндік мемлекеттік құрылыстағы, әлеуметтік экономикалық дамудағы, елдің қоғамдық өмірінің кезең-кезеңмен демократияландыру бағытындағы қазақстандық жолы қалыптасты. Мына ағылшынның бір керемет философ тарихшысы Арнольд Тойнби былай дейді. Мынау алып империялар ыдыраған кезде соның жаңағы әр жерінде пайда болған республикалар таңдайтын жол төртеу екен. Біреуі өткеніне оралу, екіншісі әсіре жаңашылдық, үшіншісі жаңағы шекарасын тарс жауып тұйықталып қалу. Біз бұл үшеуінде таңдаған жоқпыз. Біздің таңдағанымыз өзіміздің бұрынғы дәстүрлерімізді сақтай отырып, соны аялай отырып, сол дәстүрлерімізді жаңаның жақсысымен жаңарту. Қазақстандық жол, Назарбаевтың жолы дейтін жол осы жол. Ширек ғасырға жуықтаған тәуелсіздік жылдарында елбасы елін сүйіп еңбек етіп келе жатса, 1 желтоқсан Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күні халықтың ұлт көшбасшысына деген құрметі мен шексіз ризашылығы, ізгі ниетінен бастау алған күн. Бүгінгі ұрпақтың алдында тұрған ендігі аманаты ауыр міндет тәуелсіз қазақ елінің тарихын жасау. Өткенімізді тереңнен қозғап, тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтай білу. Бұл туралы елбасы әр жылдары айтудан жалыққан емес. Алайда, алаш тарихында алар орны ерек, ұлытау төріндегі сұхбаты елдігіміз бен бірлігімізді нығайта түсудің, тіл мен діл,
ұрпақ пен ұлт мәңгілігін қамтамасыз ету жолының бағдаршамы болды десек артық айтпағандық болар. Олай болса, тәуелсіз еліміздің іргетасын қалап, алмағайып кезеңде тарихи шешімдер қабылдаған, ұстанған саясаты салихалы, жүрген жолы нұрлы болған елбасы есімі қазақтың дара перзенті ретінде тарих беттерінде алтын әріппен жазылары анық.